өзіңіздің бизнесіңізде болмаса айналысып жатқан ісіңізде бір ғана источник трафикаға сеніп көңіл аударатын болсаңыз, сіз ертең өзіңізге подножка қойып қадалуға дайындалып жатқанмен тең. Кейбір проекттер болады, жалғыз және де негізгі источник канал продажи, мысалы таргет. Егер ертең таргетке бірдеңе болса, алгоритм өзгеріп кетеді, сол кезде олардың да продажалары тоқтайды. Инвесторлар диверсификация деген ұғымды қолданады, рискті бөліп тастау. Бір ғана компанияның акциясын сатып алмайды, бірнеше компанияның акциясын сатып алады. Бір акция құласа, екіншісі көтеріледі, нөлға шығады, болмаса кішігірім плюсқа шығады. Физический точка болса, таргет рекламаны қолданасыздар, контент маркетингті қолданасыздар, рилстар түсіріп, публичный рекламаны сатып аласыздар. Мысалы, Өзбекстанда TikTok жоқ, под запретом 2021 жылдан бастап. Ал Қазақстанда кейбір бизнестер бар, TikTok-тың арқасында әжептәуір продажа жасап күнін көріп жатқандар. Енді ойлаңыздар, ертең Қазақстанда TikTok болмаса Instagram-ға отмена қылып тастаса, канал продажадан айырылып қалады, қаншама ақшадан айырылады. Өз-өзіңізге подножка қоймай, қадалмау үшін әртүрлі источник трафиканы қолданыңыздар.